Қазақ ғалымы ашқан жаңалық немесе үнсіздік ғылымға қиянат емес пе? Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары. Ғалым десе көбіміздің көз алдымызға ғылым техникадан жаңалық ашқан, жаңа бір затты тапқырлап жасаған адамдар көз алдымызға келеді. Әрине, ғалым деген сөздің аясы өте кең. Әдебиеттен, тарихтан жаңалық ашқан азаматтарды да ғалым деп санаймыз. Әне сондай ғалымдардың бірі жазушы, тарихшы Қойшығара Салғараұлы. Қазақтың Қойшығарасы атанған Қойшығара Салғараұлы былайғы оқырманға бейтаныс емес. Бізде бір қанша сұхбат алып оқырмандарға ұсындық, жекелеген ойларын осы каналымызға да салып оқырмандарымызбен бөліскен болатынбыз. Дегенмен бүгінгі әңгіменің жайы бөлек. Жақында Астана қалалық тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы мен Қазақстан Жазушылар одағы Астана қалалық филиалы бірлесіп қаламгер жобасын жүзеге асырған болатын. Жазушылар мен оқырман арасындағы байланысты тереңдетіп, өзара түсіністік орнатып, бір-бірінің ойын түсінуіне мүмкіндік жасау мақсатында қолға алынған бұл жоба қазір жұрттың ыстық ықыласына бөленді. Өйткені кеңес одағы кезінде жазушылардың оқырманмен кездесуі жиі өтіп, шығармашылық сағаттар да ұдайы ұйымдастырылып тұратын. Алайда Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері, әсіресе соңғы кездері ойлаған ойды билеген тұрмыс жеңді ме, кім білсін, жазушылар мен оқырманның кездесуі сиреп кетті. Тіпті ондай мүмкіндікте болмай жатыр. Қаламгерлеріміз мерейтойларын атап өту байланысымен үлкен әдеби кештер өткізіп, шығармашылық есеп беру жиналысын өткізгенімен, оқырманмен бетпе-бет отырып, ағыл-тегіл сырласу мүлде сиреп кеткен еді. Міне осы тұрғыдан алғанда Жазушылар одағының Астана қалалық филиалының бастамасымен қаламгер жобасының жүзеге асуы жоғарыдағы олқылықтың орнын толтырды. Бісмілләсін классик жазушы Төлем Әбдікпен ашып, одан ары қарай Тұрсын Жұртбайға ұласқан кездесудің үшінші кезегі жазушы, тарихшы Қойшығара Салғараұлына бұйырды. Түріктің түпкі тарихы тақырыбында сөз сөйлеген Қойшығара Салғараұлы өзінің шығармашылық жолын және ашқан жаңалықтармен бөлісуден бастады. Мақтанып отыр демеңіздер, мен қазірге дейін адамзаттың тарихы мен мәдениетіне қатысты үш үлкен халықаралық жаңалық және ұлтымыздың мәдениеті мен тарихына қатысты 40-тан астам жаңалық аштым. Бірақ соның бірде-біреуіне жұрт мынау не деп отыр деп назар аударған жоқ. Тым құрыса менің әріптестерім қаламгерлер де ешқандай көзқарас білдірмей, дұрыс та, бұрыс та демей үнсіз жатыр. Әрине, біз тарихты, мәдениетімізге қатысты мәселелерді жазсақ, бодандықта болған халықтың ұрпағының санасын бодандықтан арылту үшін жазамыз. Бірақ ол мақсатымыз толық орындалды дей алмаймыз. Әсіресе алтын тамырдан кейін жазылған адамзаттың мәдениетіне, түрік тарихына, қазақ тарихына қатысты 40 шақты кітабымыздың бірде-біреуіне жұрт назар аударып, терең талдау жасамапты деп жазушы осы кездесуде өзінің өкпесінде бүлк еткізді. Әрине, өкпе деген сөз де тырнақшаның ішінде. Болмаса Қойшығара Салғараұлы атақ абыройдан, мақтаудан кенде емес. Сонау Қытайға дейін барып, қазақтың тарихына қатысты көптеген деректерді жинап алып келген Қойшығара Салғараұлына халықтың ықыласы да, бағасы да биік. Бірақ бұл арада Қойшекеңнің айтпағы халықтың құр мақтауынан Қойшығараға да
және қазақ халқына да еш пайда тимейді. Егер қойшы қара тарихты қопарып жатса, Қытайдан жаңа дерек әкеліп жатса, ол несімен құнды, оның қандай жаңалығы бар деген мәселені ғылыми айналымға салумен маңызды болмақ. Қойшекеңнің айтпағы осы. Жалпы бұл жағдай тек Қойшығара Салғара ауылының ғана басында емес, бүкіл қаламгерлердің, әдебиет, тарих зерттеушілердің басында бар жағдай. Шынымен де қазір әркім өзі жеке батыр болып, әркім өз шыққан тауым биік болсын деген жағдайда тұрмыз. Біреудің ашқан жаңалығына, жылт еткен керемет ойына назар аударатын жұрт жоқ. Кейде тіпті көрсе де көрмеске салып, әдейі томсырайып отыратын тәрізді. Әйтпесе, жоғарыда Қойшекең өзі айтқан әлемдік үш жаңалығы мен ұлтымыздың тарихы мен мәдениетіне қатысты 40 жаңалығына байланысты жазушыларымыз, қаламгерлеріміз немесе мәдениет танушыларымыз дұрыс болса дұрыс деп, бұрыс болса бұрыс деп бір баға айтуы керек еді ғой. Мүмкін Қойшекеңді сыйлап, өзінің ойын айта алмай жүргендер де бар шығар. Бірақ ғылымға ақсақалдық жүрмейді. Ғылым нақты, дәйекті, деректі қажет етеді. Осы тұрғыдан алғанда Қойшығараның ашқан жаңалықтарына да ғылыми тұрғыдан талдау жасаудың мәні орасан. Әрине, Қойшығара Салғара ауылының еңбектерінде түрік тарихына қатысты, қазақ тарихына қатысты, тіпті адамзаттың мәдениеті мен тіліне қатысты көптеген жаңалықтар бар. Тіпті адамзаттың түпкі тарихы түріктен басталған деген сөзге дейін айтқан Қойшығара Салғара ауылының пайымына мынау дұрыс айтып отыр, мынау бұрыс айтып отыр деп әділ баға айтатында кез келді. Мәселен, Қойшекеңнің жоғарыда айтқан үш үлкен әлемдік жаңалығының біріне тоқталайық. 1900 жылы ағылшын археологы Артур Эванс Кипр аралынан ғажайып тарихи деректер тапты. Сол тарихи жәдігерлердің арасында қыш тақтайшаға жазылған жазулар бар еді. Сол жазуды әлемнің көне жазуларды оқитын ғалымдарының бәріне жіберген. Олар оны сызықты А жазу екенін анықтап, бірақ жазуды оқи алмай, оны қазіргі ғылымға белгісіз тым көне заманда із түссіз жоғалып кеткен белгісіз халықтан қалған мұра деп қорытынды шығарып, ано Кипр жазуы деп ат берген болатын. Сызықты А жазуымен жазылған сөздерді латын әрпіне түсіріп, әлемнің барлық академиясына да жіберген. Осы жазуда жас зерттеуші, жамбылдық орыс тілді журналист, қазақтың азаматы Амантай Айзахмет оқып, соның негізінде 2004 жылы кітап шығарды. Бүкіл әлемнің ғалымдары оқи алмаған жазуда алғаш рет қазақтың азаматы оқыды. Бірақ Амантай Айзахмет осы жазуды оқып арнаулы кітап шығарғанымен оған ешкім назар аударған жоқ. Сен түгілі әлемнің мүйізі қарағайдай ғалымдар оқи алмағанда сен қайдан оқисың дегендей пысқырып та қарамады. Осы ашқан жаңалығын дәлелдеу үшін басын тауға да тасқа да ұрды. Талай үлкен тұлғалардың алдына да барған көрінеді. Солардың бірі қазақтың белгілі ғалымы Мекемтас Мырзахметов еді. Амантай Мекемтас ағаның алдына барған кезде талабы жалындап тұрған жас жігіттің жігерін жасытып, бетінен қақпайын деп ойлады ма, кім білсін. Мен бұл саланы зерттемеген тақырыбым, тарихи жазулар туралы білетінімде шамалы. Осыны бір білсе Қойшығара Салғара білуі мүмкін. Сол ағаңа баршы деп жол нұсқапты. Өзі де Қойшекеңе телефон шалып мән-жайды түсіндірсе керек. Бір күні дейді Қойшекең сол бір сәтті еске алып. Мәлім бір еңбегімді асығыс аяқтату үшін жұмыс істеп жатқанмын. 1-2 айдың ішінде жазып жатқан кітабымды бітіру керек еді. Сондай асығыс шұғыл жұмыста отырған кезде Амантай Айзахмет мен іздеп келіп мән-жайды айтты. Бірақ өз жұмысымен
шақшадай басым шарадай болып отырған мен, жарайды, тастап кет, бірақ дәл қазір қолым тимейді, бір 2-3 айдан кейін жауап берермін деп кітабын алдым. Амантай жарайды дегендей түңіле үн қатып орнынан тұрды. Ол орнынан тұра берген кезде Амантайдың жүзіне көзім түсіп кетпесі бар ма? Мұнауда жырғатпады ғой дегендей үмітсізденген Амантайдың сол бейнесі ол кеткеннен кейін де көз алдымнан кетпей қойды дейді Қойшығара Салғараұлы. Содан отырып ойландым. Әй Қойшығара, сен де жас кезіңде талай үлкен адамдардың алдына бардың ғой. Соларда сенің талабыңды жықса, сен бүгін кім болар едің? Деген сұрақ мазалай берген соң, өзімнің жазып жатқан жазуымды тоқтатып, Амантай тастап кеткен кітапқа үңілдім. Бастабында оның не жазып отырғанын түсінбедім. Кітаптың ортасына келгенде ойлана бастадым, ал кітаптың соңына дейін оқып шыққан кезде толық түсіндім. Амантайдың үлкен жаңалық ашқанына мүлдем күмәнім қалмады. Бірақ Амантай орыс тілді журналист болғандықтан аталған жазуды оқығанда көптеген қателіктер жіберген. Осы қателіктерді бірден өз оқу тәсілім бойынша түзеттім де, бірден Амантайға телефон шалдым деп еске алады Қойшығара Салғараұлы. Алло, бауырым дегенде, ар жағында ау деген Амантай Айзақыметтің әлсіз үні естілді. Ал бауырым, ашқан әлемдік жаңалығыңмен құттықтаймын деген кезде Амантай жарты сағатқа дейін сөйлей алмай үнсіз тұрып қалды. Трубканың арғы жағындағы тұрған оның көңіл күйін сезіп біліп тұрмын. Әлден уақыттан кейін барып, ағау, мені түсінген жалғыз адам сіз болдыңыз ғой. Аға, бірлікте жұмыс істейікші. Менің басым толған идея деді. Жарайды бауырым, мен дайынмын дедім. Бірақ амал не? Амантай Айзақымет көп ұзамай қайтыс болды деп естідім деп күрсінді Қойшығара Салғараұлы. Қойшығара Салғараұлының оқыған мәтіннің қазіргі мағынасына келсек, анама билікті ию айымның ақыл емес. Ол құлмен бірдей болу. Ана ірі ісі тон шығарса, әр пәна болар ана нағыз оқ шығарса. Ел керек етер ұл өсірсе, тақ ананы өзі қуады. Бірақ Қойшығара Салғараұлы да осы жазуды оқығанын айтып, мақалалар жазғанымен бүкіл Қазақстан қоғамы қазірге дейін үнсіз жатыр. Мынау не сандырақтап отыр? Бұнысы рас па, шын ба, өтірік пе деп бір кісі бұл кісінің ғылыми тұжырымдамасына үңіліп, ғылыми тұрғыдан талдау жасаған емес. Яғни барды бағаламайтын халқымыз Қойшығара сынды ғалымның бұл еңбегіне назар аудармай отыр. Былайша айтқанда, ғылымнан үлкен жаңалық ашу үшін, көне жазуды оқу үшін Томсон болып шетелде туу керек сияқты. Әйтпесе Египеттің көне жазуының құпиясын ашқан әйгілі ғалым Жан Франсуа Чамполон да Плометей, Келепатра деген екі сөзбен тұтас Египеттің көне жазуының сырын ашса, ал әйгілі Томсон Орхон Енсей жазуының барлық құпиялығын Тәңірі және түрік деген екі ауыз сөзбен ашқан жоқ па? Ал оның қасында Қойшығара Салғараұлы 25 сөзді толық оқып тұр. Егер Қойшығара Салғараұлы мен Амантай Айзақыметтің оқыған жазуы шынымен де дұрыс болған болса, сонау Кипрден табылған 1000-ға жуық тақтайшалардағы жазу түгел оқылса, адамзаттың тарихының қаншасының сыры ашылар еді. Тіпті тым құрыса Қойшығара Салғараұлы мен Амантай Айзақыметтің оқып шыққан осы жазуында жекелеген сөздер дұрыс болса, бұл да адамзат үшін үлкен жетістік болмас па еді? Сонда біз нені күтіп жүрміз? Бүкіл жаңалықты шетелдің ғалымдары, шетелдің зерттеушілері ғана ашу керек па? Немесе жоғарыда айтқанымыздай,
ғалым болу үшін, көне жазуларды оқу үшін Томсон сияқты шетелде туу керек па? Қойшығара Салғара ауылымен болған қаламгер жобасы аясындағы кездесуден біз осындай ой алып қайттық. Әрине, біз бүгін Қойшығара ашқан әлемдік жаңалықтың тек біреуін ғана сөз еттік. Ал қалған екі үлкен жаңалығы да бұдан асып түспесе кем соқпайтын жаңалықтар. Бірақ естімейтін қоғамда ол жаңалықтың да құны көк тиын болып тұрғаны қынжылтады. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.